Жүрген жоқпын. Менде запись жасалынатындықтан микрофонды өшіріп отырыңыздар. Кейін сабақ біткен соң микрофон қайта қосып сөйлеуге болады. Так, онда бастап кетейік. Ежелгі дәуір бойынша нұсқа талдау. Бірінші сұрақ. Шанью сөзінің мағынасы қандай? Шанью, немесе оны басқаша Тәңір Құдайының баласы деген мағынада айтады. Егер ол Тәңір Құдайының баласы болса, онда ол Тәңір Құты деген мағынаны білдіреді. Бұл ғұндардың билеушісі деген мағынада. Тәңір болғандықтан ғұндар көруге болады аспан құдайына табынғандығы жайлы. Ал ғұндардың ұрпақтары бізде түріктер, сәйкесінше түріктерде де бізде Тәңірге табынушылық болды. БЗБ 200 жылы Хан империясының императоры Гаоди бітімге қай елмен келді? Және бұл бітімді жасасуға көндірген кім болды? Атила, Лаушан, Мөде, әлде Джи-Джима? Әрине, БЗБ 200 жылы Гаоди Мөдемен шайқасады, өйткені бізде Мөде болжам бойынша 209, кейбір деректерде 206 жылдан 174-ге дейін билік еткен болатын. Так, келесі үшінші сұрақ. БЗБ 670 жылы ассириялықтармен болған соғыста қайтыс болған Сақ патшасы. Яғни бұл БЗБ 7 ғасырдағы Сақ патшасы деген күйде де сендерде келуі мүмкін. Ол Ишпакай болады бізде, Скунхас, Паргапис енді, ол сақтардың көсемдерінің бірі. Бірақ ол бізде БЗБ 6 ғасырға жатқызылады, бұл да Скунха БЗБ 6-ға жатқызылады. Арсак ол сарматтардың Апарын деген тайпасының билеушісі болған. Бірінші Дарий өз империясының солтүстік шекарасындағы мемлекетті қалай атаған? Яғни Орта Азияға шабуыл жасаған кезде ол сақтарға жол ашуға тырысқан болатын. Сол кезде ол соғдылықтардың сыртындағы сақтар деп атаған. Яғни соғды жеріне жетеді, Сырдария арқылы өтуге талпыныс жасаған кезде осындай дерек қалдырып кеткен екен. Қытай деректері бойынша Сырдария мен Шаш бойын мекендеген тайпаны қалай атаған? Сырдария және Шаш бойы. Бұл жердегі Сырдария деген сөзді көрген кезде бірден мида жауап шыға келеді, бұл қаңлылар. Балалармен қалай тез-тез сендерге айтып жатырмын, кілтті сөзді белгілеп, сендер де ұбытыға кірген кезде осындай күйде тез-тез орындауларыңыз қажет. Сырдария көреміз, бірден қаңлы. БЗБ 3 және 2 мыңжылдықтарда пайда болған өзгеріс. БЗБ 3 пен 2 сразу мида шығады, ол Энеолит дәуірі. Дөңгелек арбалар, олар бізде қола дәуірінде, сынтасты мәдениеті, өнімді шаруашылық, ол бізде неолиттік төңкеріс деген мағынаны білдіреді. Жайылымды жерлер, енді ол көшпелі мал шаруашылығымен бірге айтамыз, ол қола дәуірінде болады. Сондықтан да бұл жердегі айтатын ол мал шаруашылығының пайда болуы орын алған. Так, келесі, соғдының сақтар мемлекетімен шекарасында қала соқтыруға бұйрық берген қай патша? Соғдының сақтар мемлекетімен шекарасында. Жалпы бір ғана мына сөзді ғана қараңдар, қала соқтыруға бұйрық берген кімдер? Қаланы бізде соқтырды Македонский және Кир. Скунха енді ол қайтыс болады, Дарий қала салдырмайды, Сондықтан да бұл жердегі, егер де біз мына кілтті сөзге қарайтын болсақ, енді қала соқтыруға екеу бізде Македонский мен Кир, бірақ соғды мен сақтар шекарасында ол Кир болады. Александрия Эсхата дұрыс жансая, бұл Александр Македонскийдің бұл Ферғана жерінде салдырған қаласын айтады. Ферғана жерінде салдырған, қазіргі кездегі қырғыздардың жерінде салдырған, Ал Кир Курушката деген қаланы салдырады, және бұл қала соғдылар мен сақтар. То есть ол бізде
Амудария мен Сырдарияның арасында орналасқан дегенді білдіреді. Өйткені соғды деген өркениет ошағы бізде тарихта айтылады, Амудария мен Сырдария аралығында орналасқан өркениет. Значит, Крушката дәл солай Амудария Сырдария аралығында орналасқан. Келесі, БЗБ 530 жылы Кир сақтардың қай тайпасына шабуыл жасады? Кир бізде Массагет па, Исидон ба, Аргипей ма, Тиграхауда ма? Бұл жерден Тиграхауда жауап жоқ, бірақ біз Массагеттер екенін біле аламыз, өйткені Геродот өзінің тарих деген еңбегінде айтып кеткен бұл деректі. Ботай терсек мәдениеті қайда орналасқан? Біз карта бойынша көрсеткенбіз. Ботай және оның жанындағы терсек мәдениеті, Ботайды Зайберт бізде табады. Терсекті кім тапты? Екеуі де солтүстік Қазақстанда, дұрыс, Қостанай, Петропавлдың арасында орналасқан. Терсекті мысалы біз айтамыз, ол Қадырбаев тапқан. Балалар, шатаспаңыздар, Ботайды Зайберт табады, терсекті Қадырбаев табады. Зайберт ботайлықтар жылқыны қолға үйретті деп дәлелдейді, Қадырбаев дәлелдейді Ботай мен терсек екеуі бір мәдениет екендігін, сондықтан да ол Ботай терсек деген сөзді енгізеді. Екінші ғасырдың ортасында Юабань деген мемлекет қай жерде құрылды? Юабань деп біз басқаша ол ғұндарды айтамыз. Нақты айтсақ, солтүстік ғұндарды айтамыз. Солтүстік ғұндар қоныс аудару кезінде Қазақстанға келіп, өз мемлекетін құрайды. Бұл мемлекет 5 ғасырға шейін өмір сүрді деп айттық. 2-5 ғасырлар аралығында. Бұл Шығыс Қазақстан мен Жетісу жерінде мемлекет пайда болған еді. Шығыс Қазақстанда орналасқан Сақтың қорғаны. Сақ қорғандары туралы айтқан кезде Шығыс Қазақстанда ол Шілікті және Майемер болады, Тасмола ол Сақтардың орталық Қазақстандағы қорғандардың жүйесі, Бесшатыр ол бізде Жетісуда орналасқан, Сынтасты енді ол Қолаға жатады бізде. Шілікті және Майемер, дұрыс, екеуінің біреуі келеді. Юабань деп аталған тайпа, жаңа айтып шықтым, 2 ғасырдан 5 ғасырға шейін Шығыс Қазақстан мен Жетісу жерінде ғұндар тайпасы өз мемлекетін құрған. Енисей, Саян, Алтай деген жерлерді, тайпаларды бағындырған қай патша? Біз оны айтқанбыз, БЗБ 203-202 жылдары бізде Мөде жаулап алады және ғұн империясының территориясын кеңейтеді, солайша, яғни батыс өңірлерге қарай. БЗБ 47-46 жылдары қандай әскери одақ пайда болды? Подсказка, бұл одақ үйсіндерге қарсы құрылады. Бұл кімдердің, 47, дұрыс па? 46. Қаңлы және ғұндардың одағы дұрыс пайда болады. БЗБ 1 ғасырларда деп айтылатын, қаңлылар сонда ғұндарға қызын береді және қалай айтсақ, қалың мал ретінде жер берген болатын. БЗБ 331 жылы Дах сақтар Македонскиймен бірігіп шайқасқан жер. Дах сақтар Македонскиймен бірігіп шайқасқан жер, Гавгамел шайқасын біз айтамыз, 331, бірақ бұл жердегі Дах сақтар Македонскийге қарсы шайқасқан, бірігіп емес. Өйткені ол кезде Дах сақтар парсылармен бірігіп Македонскийге қарсы күрескен болатын. 16 сұрақ. Үйсін тайпасының негізгі шаруашылығы. Үйсіндердің территориясын мен ескерткем. Жетісу, Тарбағатай, Тянь-Шань, 2 тау берілген. Тарбағатай, Тянь-Шань. Таудың етегінде қандай шаруашылықпен айналысуға қолайлы болады, егерде таулар көп орналасса? Себебі егерде өзен көлдерді бізде басым түрде көрсетсе, біз әрине егіншілік деп көрсете аламыз, Сондықтан да таулар бойынша айтылғандықтан бұл жерде балалар қателеспеңіздер, көшпелі мал шаруашылығы болады. Егіншілік егерде бізде Шу, Талас, Сырдария деген мағынада айтатын болса.
яғни егіншілік деп айтып тұрғандар сәйкесінше олар біздің видео сабақтарға қатысқан жоқ деген білдіретін шығар. Өйткені видео сабақта осы көшпелі мал шаруашылығы жайлы айтып кеткенмін. Келесі, солтүстік ғұндарды қалай атаған? Яғни бір сұрақ бұл жерде кейбір сұрақтар қайталануы мүмкін, балалар. Суармалы егіншілік бар, бірақ отырықшы егіншілік емес. Екі түрлі бір сөз мағынаны білдірсе де, біз оларды бәрібір кітап бойынша айтамыз. Солтүстік ғұндар бізде Қазақстанға көшіп келген кезде юэ-бандиттар деп аталынды. Сюну ол Қытай жеріндегі мекендеген жалпы ғұндарды атайды. Солтүстік, оңтүстік деп сюнуларды олай бөліп қарастырмайды. Сюну деп Қытай деректерінде жалпы сюну, гунну деген мағынада айтады. Бірақ Қазақстанға 2-ші ғасырда солтүстік ғұндар көшіп келген кезде оларды юэ-бандиттар деп атаған. Ғұндардың солтүстік шығыстан оңтүстікке қарай ығыстыру нәтижесінде пайда болған тайпа. Ғұндар бізде Қытайды тастап кетеді. Ғұндар Қытайдың жерінде тайпаларды, бір тайпаны ығыстырады және Қазақстан жеріне көшіп келген тайпаны қалай атаған? Ғұндардың солтүстік шығыстан оңтүстікке қарай ығыстыру нәтижесінде пайда болған тайпа. Бұл да бір мағынаны айтуға болады, білдіреді. Юэ-бандиттар көшіп келеді Қазақстан жеріне, ғұндар көшіп келеді және олар юэ-бан деп атала бастайды бізде. Бұл жерде шатасып қалуға болады. Тағы да мен мысалы жаңа шатасып қалған юэджілер жайлы. Юэджілер ығысады Қазақстан жеріне қарай. Андрон мәдениеті таралған аумақ. Андрон мәдениеті айтылады Қазақстан және қандай тағы да аймақты біз айтамыз. Қазақстан және Андронның ең алғашқы мәдениеті осы жерден табылған деп айтылады. Ең алғашқы мәдениеті біз сынтасты деп айтамыз. Сынтасты бізде Ресейдің оңтүстік Орал жерінен табылған. Сондықтан да сіздерде Андрон мәдениетінің таралған территориясы деген кезде осындай күйде беріледі. Қазақстан және оңтүстік Орал. БЗБ 331-327 жылдары грек-македон күштеріне қарсы көтерілісті ұйымдастырған соғды қолбасшысы. Соғдылар жерінде көтерілісті ол басқарады, ол сақ тайпасынан шыққан жоқ. Ол соғдылардың қолбасшысы, жауынгері деп айтуға болады, болған ол Спитамен бізде болады. Скун ханы біз бірінші Дариймен байланыстырамыз. Бірінші Дарийдің қолынан қайтыс болған. Спаргапис ол Кирмен қақтығысу деп айтылады. Ишпакай бұл ассириялықтармен болған соғыста қайтыс болады. Спитамен ол Александр Македонскийге қатысты айтылатын тұлға. Яғни әрбір адаммен немесе жермен байланыстырып оларды айтамыз. Өз империясының солтүстік шетіндегі мемлекетте мекендеген сақтарды соғдылықтардың сыртындағы сақтар деп атаған қай билеуші? Яғни өз империясының солтүстік шетіндегі. Бұны жаңа біз сендермен айттық, бірақ аударып күйде айттық. Осы патша сақтарды қалай атаған деп. Бұл патша бірінші Дарий болып табылады. БЗБ 209 жылы Гаоди император және ғұндар арасындағы соғыс немен аяқталды? Ғұндар беріліп бейбіт келісімге келеді, Қытай жеңіліп бейбіт келісімге келеді, ғұндар қоршауға түсіп жеңіледі, ғұндар мен юэджілер одағы жеңеді. Бұл Гаодидің жеңіліп, мөдемен бейбіт келісімге келіп, өзінің қызын беріп, салық төлеттіруге мәжбүр еткен. Только мына 209 емес, мына 200 жыл болу керек бұл жерде. Менде қате кетіп қалған сияқты. Үйсін күнбейінің орталығы орналасқан қала. Бұл қала қандай өзен көлдерінің аралығында орналасқан. Қойлықты біз бұрын айтқанбыз, Күнгіт қаласы деп атайды. Битянь ол қаңлылардың астанасы болды. Тараз бұл ғұндардың қаңлыларының қаласы деп айтуға болады. Қызылаңғар, Чигу, Чигучен, Іле және Ыстықкөлдің аралығында орналасқан.
Қытай тілінде «с» деген сөз қандай мағына береді? Бұл тайпа туралы Қытай деректері үшінші дерекке жатады, ең соңғы БЗБ бірінші мыңжылдықтың соңында пайда болады. Қытай деректерінде сақтар туралы тек қана бір ақпарат айтылады. Қытай тіліндегі «с» деген сөз ол сақ дегенді білдіреді. БЗБ үшінші ғасырда сарматтарды ұлы даланың батыс бөлігіне ығыстырған тайпа. Сарматтар ығысып кетеді. Қазақстан жерін тастап бір бөлігі кетеді. Ол дах, массагеттер деп айтамыз. Дах, массагеттер оларды ығыстырып тастайды. Шығыс Қазақстанда орналасқан сақ қорымы. Жаңа алдыңғы сұрақта біз майемерді айтқан болатынбыз. Бұл тесте енді ол шілікті жайлы айтылады. Бесшатыр ол бізде Жетісуда орналасқан, Терсек ол солтүстік Қазақстанда орналасқан, Бесоба ол батыс Қазақстандағы сарматтардың ескерткіші болып табылады. Ежелгі мәдениеттерді сәйкестендіру керек. Тасмола мәдениеті, Ботай мәдениеті, Алакөл мәдениеті. Бұл жерде ең оңайынан бастасақ, Ботай ол бізде 2А дейді. Дұрыс, ол энеолиттікі болып табылады. Тасмола 1С дейді. Ол темір дәуірі, сәйкесінше Алакөл бізде қола дәуіріне жататын мәдениет. 2 дөңгелекті арбаны алғаш пайдаланған мәдениет. Бұл қола дәуірінде пайда болған өзгерісті біз айтамыз. Қола дәуірінің Андронның ең үлкен ұлы дегенбіз, ол сынтасты, тастай мықты баласы дөңгелекті арбаны ойлап шығарған. Гавгамел шайқасында парсылар мен сақтарға соққы берген. Мына жерде енді ол дұрыс жазылған, парсы мен сақтардың одағына ол Александр Македонский соққы береді БЗБ 331 жылы. Энеолит дәуірінде Орталық Азияда суармалы егіншілікті меңгерген мәдениет. Бізде жай егіншілік бар, және суармалы егіншілік ретінде айтатын. Суармалы егіншілік десек ол анау мәдениеті, егерде егіншілікті меңгерген деген мағынада айтсақ, онда ол Жейтун екеуі де Түркменстан жерінде орналасқан. Қабырғалары бөренемен құрастырылған үлкен жартылай жер үйлерде тұрған кімдер? Біз оларды видеосабақта айтқанбыз, бұл орманды халық болған. Орманды халық алакөлдіктер болып табылады. Олардың үйлері кімдерге ұқсас болып шықты? Естеріңізде бар ма? Алакөлдіктердің дәстүрін жалғастырған деп айтатын мәдениет Алакөлдің дәстүрін жалғастырған. Өйткені Ботай бұл жерде болмайды, себебі Ботай ол әлде қайда Алакөлден бұрын қаншама өмір сүрді. Егер ол Алакөлдің мәдениетін жалғастырса, сәйкесінше бұл мәдениет бізде Федоров. Дұрыс, ол Федоровтар ауыстырады, өйткені біз былай жаттағанбыз сендермен балалар. Пав деп жаттадық. Петров, Алакөл, Федоров. Петровты алмастырады Алакөл, Алакөлді алмастырады Федоров. Федоровтың ұрпақтары Сарғары деп айтқанбыз. Петровтар кімнің дәстүрін жалғастырды дейтін болсақ, сынтастының дәстүрін жалғастырды. Біз осындай күйде сабақта айтқанбыз. Жужандар үйсіндерді қайда ығыстырады? Жужандар бізде 4 ғасырда, БЗ 4 ғасырда үйсіндерді ығыстырып тастаған жері ол Тянь-Шань бойына ығыстырады. Үйсіндердің жері онсызды Жетісу, Тарбағатай, Тянь-Шань деп айтқанбыз. Тянь-Шань ең төмендегі территориясы сол жаққа қарай ығыстырады. Басқаша айтатын болсақ, үйсін тайпаларын Тянь-Шаньға ығыстырған кімдер? Балалар, ұбытта бір тапсырманы аударып 3-4 рет сұрауы мүмкін. Сондықтан да кей кезде сұрақтар оңай болады. Өйткені егер бір фактіні еске сақтасақ, онда өте оңай тауып алуға болады жауаптарды. Үйсіндер қай елмен одақтасып, ғұндарға қарсы күресті? Естеріңізде ме? Сол елмен одақтасып, олар күшейіп кетеді.
БЗБ екінші ғасырда күшейіп кетті, өйткені сол елдің қызын алады өзіне. Содан бізде Қарғалы тәжісі табылады. БЗБ бірінші ғасырларға жататын аққу әні де табылады. Қай уақытта үйсіндер Қытайдың ықпалынан толық құтылды? Вот осы нәрсені мен видео сабақта айтқан жоқпын. Қалай айтпадым, соны түсінбей отырмын. Видео сабақтан қалып қойды бұл нәрсе. Тағы да егер де мен есіме салатын болсам, сендерге осы жерде пайдаланып айтып кетейін. 3 ғасырда үйсіндер мемлекеті пайда болды деп айттық. Сосын БЗБ 2 ғасырда үйсіндер күшті мемлекетке айналды деп Сюаньцзянь айтып кетеді. Себебі олар бізде үйсіндер Қытайдың ханшайымына үйленеді. Гуньмо және ханшайым үйленеді. 1000 жылқы жібереді, сондай күйде той өткізеді. Сосын кейін БЗБ 1 ғасырда ма болды осы нәрсе. Бізде айтылады, Қытай үйсіндердің ішкі ісіне араласа бастайды. Естеріңде бар ма? Ішкі істеріне араласа бастайды, бұл халыққа ұнамайды, көтерілістер басталады, наразылық басталады, және кейін үйсіндер бізде 2-ге бөлініп кетеді. Ол БЗ 1 ғасырда. Үлкен күнби, кіші күнби деп олар бөлініп кетеді. Содан бір бөлік, яғни екеуі Қытайға қосылды деп айтылады, бір бөлігі қаңлыларға кетіп қалады. И вот осы кезде БЗБ 2 ғасырда айтылады, үйсіндер Қытайдың өктемдігінен босатылады. Қытайдан құтылады деп айтуға болады. Сосын кейін БЗ 4 ғасырда жужандар оларды ығыстырады Тянь Шаньға. Және БЗ 5 ғасырда үйсіндер Қытайға елші жібереді. Вот осы нәрсе менде нелер уақыт тізбегінен түсіп қалды. Маңызды нәрсе деп айтуға болады. Сондықтан да бұл жерде 2 ғасыр Б вариант дұрыс болады. Қай кезде үйсіндер Қытайдың ықпалынан толық құтылды? Егер қай уақытта үйсіндер Қытайдың ықпалына түсті, 2 бөлігі де ықпалына түсті десек, онда ол БЗ 1 ғасыр деп біз айтамыз. 2 ғасырда уже ықпалдан олар құтылады деп айтылады. Өйткені айтылады, үйсіндер қаңлылардың көмегімен Қытайға қарсы нәтижелі күрес жүргізді. Үйсіндер Қытайға қарсы одақтасқан халық, оны жаңа айтып кеттім, уже мен жауабын айтып қойдым. Үйсіндер Қытайға қарсы нәтижелі соғысты кімдермен жүргізді? Ол қаңлылармен нәтижелі соғыс жүргізеді. Дұрыс дәйекті тап. БЗБ 2 ғасырда үйсіндер Қытайдан толық құтылды. БЗБ 1 ғасырда күнбиге бөлініп кетеді. 1 минус дейді Мағжан. Бұл дұрыс минус. Өйткені БЗБ емес, БЗ 2 ғасырда толық құтылады. 2 плюс дейді. БЗБ 1 ғасырда үлкен күнби, кіші күнбиге бөлінді. Жарайды. Үйсіндерде күнбиден кейінгі лауазымды тұлғаны туылы деп атаған. Так, 4 минус деп жатсындар. Үйсіндер Сақ Тиграхауданың ата бабалары емес, ұрпағы болып табылады. Сондықтан да бұл жерде 2 және 3 варианттар дұрыс, Д вариант. Видео сабақта айтқанымдай, хронологияларға мұқият назар аудару керек, өйткені хронология бойынша бізде бұл жерде неше сұрақ? 2 сұрақ келтірілген. Неолиттік төңкерістің себебі қандай? Егіншілік дамыды, мал шаруашылығы пайда болды, климат өзгерді, тұрғындар санының өсуі. Адамдар санының өсуінен неолиттік төңкеріс бізде пайда болады. Солтүстік Қазақстан мен Аралдың арғы жағын мекендеген сақ тайпалары. Бұл жерде біреу солтүстік Қазақстанда болу керек, біреу Аралдың бойында болу керек. Тиграхаудан сызып тастайын Хаумаваргамен, екеуі де жатпайды 2 территорияға да. Қалғандарын қарастырып өтсек, қайсысы келуі мүмкін? Аримаспалар олар солтүстік шығыс жаққа қарай жатады.
Так, Д дейді массагет және парадарая. Бұл жерде вариант балалар С, дайлар және аргипейлер. Аргипейлер солтүстік Қазақстан, солтүстік батыс Қазақстан деп айтамыз. Дайлар немесе дақтар олар Арал бойын мекендеген. Массагеттер Арал бойын мекендеді, ол жатады, бірақ Парадарая бізде Сырдария бойын мекендеді, ал бізге солтүстік Қазақстан керек, Сырдария емес. Сондықтан да бұл жердегі вариант С, яғни екеуін біз сәйкестендіруіміз керекпіз. Дайларды біз Аралға сәйкестендіреміз, аргипейлерді солтүстік Қазақстанға сәйкестендіреміз. Сондықтан да бұл жерде картаны білу өте маңызды. Картаны көз алдымызға елестетеміз. Барлығымыз сақтардың картасын жатқа білеміз. Алтын адамның бас киіміндегі қанатты аттың бейнесі нені білдіреді? Қанатты аттар, видео сабақта айтқам. Аттардың қанаттары бар, аттар олар аспанда ұшып қайда барады, және бұл нені білдіреді? Бұл күн құдайының белгісі ретінде айтылады. Дұрыс, алтын адамның бүкіл жәдігерлері күн құдайына арналған. Ғұндар мен юэджілердің арасындағы 4 ғасырға созылған соғыс қашан аяқталды? Естеріңізде бар ма, бұл қай шанию бұл соғысты аяқтайды? БЗБ 165 жылы Лаушан аяқтайды, юэджілер жеңіледі және юэджілер қай жаққа қарай ығысып кетеді. Естеріңізде бар ма? Өйткені бұны да сұрайды, юэджілер немесе басқаша біз оларды тохарлар деп айтамыз. Юэджілер ығысып кетеді батысқа, Қазақстанның қай жеріне? Өздерінің территориясын айтсақ, батысқа ығысады, батысқа ығысып Қазақстанның қай жеріне келіп қоныстанады? Шығыс және оңтүстік шығыс Қазақстан балалар. Шығыс және оңтүстік шығыс Қазақстан. Мұқият қараңыздар балалар, территориялар бойынша ежелгі дәуірді қайталаған кезде, прям қараңыздар, әр тайпа қай уақыт, қай жер деген сияқты күйде, юэджі мен юэбайнды шатастырып алуға болады. Юэбайнды біз айтамыз шығыс Қазақстан және Жетісу деп айтамыз. Но это одно и то же, оңтүстік шығыс ол Жетісу, юэджілерге байланысты шығыс және оңтүстік шығыс Қазақстан деп айтылады. Тасмола мәдениетінің қалдырушылардың солтүстігіндегі көршілері кімдер? Тасмоланы қалдырған тайпаны біз тарихты Иссидондар деп айтамыз. Сәйкесінше Иссидонның солтүстігіндегі көршілері кімдер болады? Бұл аргипейлер болады. Массагеттер ол оңтүстігіндегі көршілері деп айтуға болады. Тиграхауды вообще шектеспейді олармен, Иссидон өздері қалдырып отыр. Құрамында С және юэджі тайпалары кездесетін мемлекет. Оларды Қытай деректерінде С деп атайды, юэджілер сол тайпаның туыстас халқы деп айтылады. Туыстас халқы құрамында бар болды. Тек қана С-ні ғана білу арқылы уже табуға болады. Бірақ мынау сендерде балалар ұбытта жеке кездеседі. Бұл 10-шы сыныптың антропология, этнология деген тақырыптың ішінде. Және оны былай айтады. Юэджілер қай тайпаның туыстас халқы болған? Либо керісінше, сақтардың туыстас халқы болған тайпаны анықта деп. Сонда біз юэджі деп айтамыз. БЗБ 2-ші ғасырда Сырдарияның бойында күшейген мемлекет. Уже Сырдарияны көрсек, бірден тауып аламыз. Оңай 15 секундта шешілетін тапсырма Қаңлы 3-ші ғасырда пайда болады, 2-ші ғасырда күшейеді, өйткені жаулап алуды бастайды. Арал теңізінің арғы жағы мен Сырдарияның төменгі ағысы. Енді солтүстік Қазақстан емес, Сырдария төменгі ағысы жерінде мекен еткен халық. Хаума барған сызып тастайық, кірмейді о жаққа. Дайлар және массагет сызып тастаймыз, себебі олар тек қана Арал. Так, тоқтаңыздар, еліммен қателесіп тұрмын ба бұл жерде? Мұрғап жазирасында болды хаумаваргалар. Дұрыс, Сонда бұл жердегі Д вариант Парадарая бізде жатады екеуінеді.
Өйткені дай мен массагетті біз тек қана арал бойы ретінде ғана айтамыз. БЗБ 165 жылы ғұндар мен юэджилер арасындағы соғыстың нәтижесі. Жаңа ғана айттық, бұл 4 ғасырға созылған соғыс. Лаушан жеңіске жетеді және ғұн мемлекеті әлсірей алмайды, өйткені ғұндар жеңеді, ғұндар екіге ыдырамайды, толық жеңісімен аяқталмайды. Ғұндардың толық жеңісімен аяқталып, юэджилер көшеді 2 ғасырда Қазақстан жеріне қарай, солтүстік батыс Монғолияны тастап Қазақстанға келеді. БЗБ 519 жылы Дарий соғысқан Скунха патша қай тайпадан шықты? Скунханың шыққан тайпасы бұл Дарийдің шабуыл жасаған тайпасы ретінде айтамыз. Жаңа біз Кирді айттық, ол массагеттерге жорық жасады, ал Дарий тиграхаудаларға жорық жасайды. Үлгеріп жатырмыз ба, балалар? Мен тез сөйлеп жатқан жоқпын ба? Так, үлгеріп жатсыңдар, үлгеріп жатсаңдар плюс белгісін беріп қойыңыздар, или бір реакция тастап жіберіңіздер. Так, нормально, үлгеріп жатырмыз. Орталық Азия деген ұғымын алғаш рет енгізген кім? Так, Риттер және фон Гумбольдты, біз айтамыз. Келесі, қай сақ патшайымы соғыс жүргізумен қатар қалалар салдырған? Ана Ишпакайдан кейінгі БЗБ 7-6 ғасырларда өмір сүрген Зарина патшайымды айтады. Мидиямен соғысты жүргізген патшайымдардың бірі болып табылады. Зарина Мидия, Томирис ол бізде Парсы империясымен соғысады, Ишпакай ол Ассириямен соғысады бізде, Александр ол Парсы плюс сақ халқына қарсы соғысқан. Жетісуда табылған күнге табынушылықты дәлелдейтін қорым бізде қалай аталады? Ол Жетісуда орналасу керек, значит, шілікті бізде болмайды, майемер болмайды, екеуі де бізде орналасқан Шығыс Қазақстанда. Екіншіден, күнге табынушылық, екеуінде де күнге табынушылық болды, бірақ ол қорым болу керек, сондықтан есік. Тамғалы ол қорым емес, ол бізде петроглифтер табылған ескерткіштер. Қаңлылардың астанасы қандай? Ол қай өзен бойында орналасқан? Қаңлылардың астанасы әрине Битянь, қазіргі кездегі Ташкенттің маңында, және Нұрасыл дұрыс, ол Сырдария бойында орналасқан, өйткені қаңлылардың территориясы Сырдария бойы болып табылады. Егер де сендерде сұраса, Ташкент жанында табылған қала деп, онда ол Битянь тоже болады. Чигу ол үйсіндердікі болады. Чигу, Чигучен, Қызылаңғар екеуі де үйсіндердің гүлмосы отырған қала. Ғұн тайпасының билігіне Мөде қашан келді? Сендер оның прям нақ жылын білесіздер, Гумилевтің айтуы бойынша ол 209 жылы келді. Тағы бір дерек, мүмкін ол Қытай деректері шығар, 206 жылы келді деп айтады. БЗБ 3 ғасыр соңы ма, әлде басы ма деген сияқты. Дұрыс тәрбие 209, 174, ол бізде Нұрасыл Диляра дұрыс тапты, 3 ғасырдың соңы. Өйткені біз кері санаймыз, балалар, басы деп қоймаңыздар мұнаны. Егер біз кері санасақ, значит, ол бізде керісінше айтылады. Есептеңіздер, 209, 208, 207 кері санап отырмыз. 206, сонда бұл аяқталып жатыр ғасыр. Сосын кейін ол 199, неме деп жатырмын мен, 100-ші жыл, 99, мынау 99 уже 1-ші ғасырдың басы болып кетеді, өйткені ол ғасырды бастап жатыр бізде. Қола дәуірінің көне қаласы қалай аталады? Қостанай мен Челябинсктің шекарасында орналасқан, сымтасты қонысы сияқты болып табылады, бұл Арқайым болып есептелінеді. Арқайымға ұқсас қандай сендер қонысты білесіздер?
архитектурасы жағынан ұқсас деп айтылады. Арқайымға ұқсас. Үшінші, екінші мыңжылдықтарға жатқызылады. Бұл сосын қола дәуірінде болады, иә? Естеріңізде бар ма? Жоқ, сынтасты емес. Сынтасты және арқайым екеуі де қола дәуірінікі деп айтылады. Шірік те емес, Алакөл де емес. Өзім ұмытып тұрмын, бар ғой атауын. Бірақ біз оны өттік сендермен сабақта. Жоқ, Федоров арқайым да емес. Өзім миымнан шығып тұр қазір. Ой, құдай. Қалай еді? Таппасам болмайды, бар ғой, мынаны қазір балалар. Сендерге көрсетуім керек оны. Қалашық, я. Өткенде біз суретпен я оны көрсеткенбіз. Қамысты, дұрыс Мағжан, Қамысты, бәсе. Дұрыс айтады. Арқайымға архитектурасы жағынан ұқсас деп айтамыз. Біз оны Қамыстыны айтамыз. Жоқ, Ақтөбе ол қаңлыларға жатады. Өткенде тарих ағай сұрап еді. Қай тарих ағайды айтып тұрсың, Нұргелді? Сендерде тарих ағай кім ғана ғой? Мектепте ма? Я, дұрыс, онда сұрап жатса. Айбарды ойлап тұрмын, Айбар бірінші топта ғой, сен 10-шы топтасың ғой деп айтып тұрғаным. Так, Орталық Азия өркениетінің ошақтарын сәйкестендіреміз, иә? Қайсысы, қай өркениетке қай қала кіреді? Бұл жердегі балалар біз талдап жатқан сұрақтардың үлкен бөлігі 2025 ұбытта келген, кіші бөлігі 2024-те келген. 1 С дейді, 3 А деп жатсындар, 4 Д дейді, Диляра 2 В дейді. Тексерейік. 1 С, намаз ГДП, алтын ДП. Бұл дұрыс, я, екеуді кіреді. Ферғананы жаңа айттым ғой сендерге. Ферғананың жанында салдырған Александрия Эсхата деген болды. Значит, 4 Д ол дұрыс. 2 Б дейді. Хорезм ол топырақ қала болып табылады. Маракана ол соғдылықтарға жататын Амудария, Сырдария арасында қала. БЗБ бірінші ғасырда қай мемлекет үлкен күнби, кіші күнбиге бөлініп кетті? Мынау өте оңай. Күнби деген сөзді көрсек, бірден үйсін дегенді білдіреміз, я. Бірінші ғасырда бөлініп кетеді, БЗ екінші ғасырда олар Қытайдың ықпалынан құтылады. Ғұндарда Тәңір құтыдан кейін тұрған лауазымды тұлға. Жаңа біз сендермен үйсіндерді айттық. Күнбиден кейін тұрған тұлға ол дуылы немесе туылы болып табылады. Сосын ол бізде аймақтардың билеушілері болып табылады. Так, БЗБ бірінші ғасырда, или БЗ бірінші ғасырда дедік па біз оларды. БЗБ 2-де, 1-де, дұрыс, БЗБ 1-де тәрбие бөлінеді, сосын кейін БЗ 1 кетеді сразу, и БЗ 2-де олар құтылады. Так, мына жерде Шанюдан кейін тұрған кіші хандар, кіші ханнан кейін тұрған Түмен басы бізде болады. Сондай реттілікпен Тәңір құты, кіші хан, Түмен басы деген сияқты. 4-ші ғасырда үйсіндердің Тянь-Шаньға кетуге мәжбүр еткен себебі. Үйсіндерді сол кезде Тянь-Шаньға ығыстырып тастайды бізде кімдер? Жужандар қысымымен олар көшіп кетеді бізде. Сыма Цянның еңбегінде Давани деп аталған жер қазір қалай аталады? Даваниде 30 қала болды деп айтады ғой дейм Сыма Цянь. 30 ба, 30 емес па, шатасуы мүмкін, я. Ол Ферғананы солай атаған, өйткені қаңлылардың тарихында ол айтылады. Соғдының солтүстігінде орналасқан аймақ. Соғды өркениетін біз айтқан кезде Сырдария, Амудария бойында Соғдының солтүстігінде орналасады бізде Шаш өркениеті болып табылады. Чачтепе, Ташкент, Шаш дейтін. Орталық Азияны Қазақстанмен байланыстыратын 3 мәдени ошақ бізде қалай аталады?
Бізде 9 мәдени ошақ бар, оның 3-і Қазақстан территориясында орналасқан. Жетісу, Шаш, Сырдария ежелгі дәуірде Қазақстан жерінде орналасқан. Маракан қаласы қайда орналасты? Мараканды жаңа біз Соғдыларға жатқызғанбыз, иә? Ал Соғды және сәйкесінше Мараканы бізде қайда орналасқан? Мен оны бірнеше рет айтқан. Жаңағы Сырдария және Амудария аралығында орналасқан деп айтқанмын. Сәйкесінше дұрыс жауабы ол С. Амудария мен Сырдария аралығында орналасқан. Так, дұрыс дәйектерді табу керек. Шаш және Ферғана Македонский құрамына кірді. Маргуштың астанасы Ганур қаласы болып табылады. Ферғана Балхаш пен Ыстықкөл арасында, Хорезм Соғдының солтүстігінде орналасқан. Бір минус дейді. Өйткені Шаш кірген жоқ, Ферғана ғана кірді, иә? Б дейді жауап. Екіншісі дұрыс па сонда? Ферғана Балхаш пен Ферғана Ыстықкөлге жатады, бірақ Балхашқа жатпайды. Балхаш пен Ыстықкөл деп біз Жетісуда айтамыз. Сондықтан минус. Хорезм Соғдының солтүстігінде емес, ол Шаш Соғдының солтүстігінде минус. Сәйкесінше бізде екінші дұрыс болып табылады. Ганур оның астанасы. Тек ішінара бағынышты болды дейді. Так, әскери жорықтарды хронологиямен орналастыру керек, е? Кирдің жорығы бізде БЗБ 530 жылы болды. Дарийдің жорығы БЗБ 519 жылы болды. Македонскийдің жорығы, шамамен айтайық 331-327 аралығында. Сондықтан бұл жерде 3-1 екінші 3-1-2, Д вариант бізде дұрыс. 5-ші ғасырда қаңлылар қай елге елшілік жіберген? 5-ші ғасырда үйсіндер қай елге елшілік жіберген? Екеуі бір уақытта жіберген ғой, тайталасып екеуі де Қытайға жіберген. Андрон үлгісіндегі соңғы мәдениетті қалай атайды? Соңғы мәдениеті Андронның ерке баласы деп айтатын сарғаралықтар болды. БЗБ 6-шы ғасырдағы сақтар туралы жазылған алғашқы дерек көз. Сөздің өзі айтып тұр, алғашқы дерек көз. Бұл дерек көзді біз тарихта қалай атаймыз? Оны кім қалдырды? Бейбаржа жатыр, бізде Бехистун жазбасы бірінші Дарий қалдырған болатын, яғни ең алғашқы Бехистун жазбасын жатқызамыз біз бұл жерде. Келесі, қола дәуірінің кейінгі кезеңінің мәдениеті. Яғни жаңа біз Андрон мәдениетінің соңғы кезеңінің мәдениеті деп айтқанбыз. Енді бізде қола дәуірінің кейінгі кезеңнің мәдениеті ол Беғазы Дәндібай мәдениеті. Бұл жерде мысалы Сарғары, Б Беғазы Дәндібай деген варианттар мүмкін емес, өйткені екеуі де кейінгі кезеңге жатады. Сарғары логикалық түрде ол қола дәуіріне жатады. БЗБ 3-ші ғасырда ғұндармен ұзақ соғыс жүргізген тайпа, көшпелі тайпа. Сөздің өзі айтып тұр, ұзақ соғыс жүргізген, яғни басқаша айтсақ 4 ғасырға созылады, нешінші жылы аяқталады бұл соғыс. Және олар қай жаққа қарай ығысып кетеді? БЗБ 165-те соғыс аяқталады. Бұларды біз басқаша юэджілер деп айтамыз, және олар шығыс мен оңтүстік шығыс Қазақстанға ығысып кетеді. Ресейдегі алдында мен мұнан айтып кеттім сендерге, оңтүстік Орал жазығында қола дәуірінің мәдениеті. Қазақстан және оңтүстік Оралда Андрон мәдениеті табылған болатын. Так, ол бізде сын тасты болады, сұрақ түсінбей тұр мына жерде. Тәрбиенің шығыс Түркістанда үйсіндермен де соғыс болған жоқ. Кімдердің соғысы үйсіндермен? Юэджілерін айтып тұрсың ба?
ғұндармен, ғұндармен дұрыс айтасың, ғұндармен соғыс болды БЗБ 2-ші ғасырда, үйсіндер ол кезде кімдермен, Қытаймен бірігіп кетеді 2-ші ғасырда. БЗБ 1-ші ғасырда үйсіндерде болған оқиға. Так, бұны біз сендермен уже 3-ші рет па талдап айтып жатырмыз. Үлкен күнбе, күшік күнбеге бөлініп кетеді. Тарбағатайға кеңейтті, ол БЗБ 3-те мемлекет құрылған кезде, ғұндармен күресте Қытаймен одақтасты. Жаңа тәрбиенің айтып тұрғаны БЗБ 2-ші ғасырда. Үйсін Гуньмосы Қытай ханшайымына үйленді. Тоже БЗБ 2-ші ғасырда 107-ші жылы деп айтқанымыз. Билік үшін күрес нәтижесінде. Билік үшін күрес негізі неліктен үйсіндер ғұндарға қарсы күресті. БЗБ 3-ші ғасырда үйсін мемлекеті құрылды. Бірақ ол өте әлсіз болды деп айттық. Мемлекеті құрылады. Өте әлсіз болғандықтан БЗБ 3-те үйсіндер ғұндарға тәуелді болады. Ғұндардың құлы болады дейсіңдер ма, ғұндардың боданы болды. Енді үйсіндер осы бодандықтан босатылу үшін, бодандықтан айырылу үшін үйсіндер Қытаймен біргеді. Және күшті мемлекетке айналып кетті деп Сюаньцзянь айтады. Үйсіндер Қытаймен бірігіп ғұндарға қарсы күреседі. Дәл осы кезде үйсіндер өзі әлсіреп ғұндар өздері әлсіреп жатты. Өйткені оларда талас тартыс жүріп жатты. Соңында олар 2-ге бөлініп кетеді. Солтүстік ғұндар, оңтүстік ғұндар деп, Бірақ Қытай, яғни үйсіндерді пайдаланды. Және Қытай бұл кезде екеуін де әлсіретіп отырған ғой. Ғұндарды да әлсіретіп отырады. Кімді айтады? Любаньды айтады, 188-ші жылы ғұндарға жорық жасады деп айтатын. Тоқтаңыздар. 188 ол бізде кім ғой? Мөденің кезінде ғой. 137 ма, 133 деп айтама, Удиді айтады, шабуыл жасаған кезі. Осыны айтып тұрмын мен. Удиді айтып тұрмын. Сол кезде Қытай ғұндарды да әлсіретеді, бір жағын үйсіндермен бірігіп, үйсіндердің ішкі істеріне де араласа бастайды 2-ші ғасырда. Содан бұл халықтың наразылығын тудырады, және үйсіндер 1-ші ғасырда 2-ге ыдырап кетеді. 2-ге ыдырайды, 2 бөлігі де Қытайдың қоласына өтті деп айтылады. Сосын БЗ 2-де олар құтылады, бұл бодандықтан Қытайдан құтылады. Қола металының игерілуі қай уақытқа жатады? Қола дәуірі бізде қашан басталады? Сол кезде қола дәуірі де қола металының игерілуі де басталады. Бізде металдар жағынан ең бірінші игерілген мыс, сосын бізде мыс пен қалайны қосып қола пайда болады, сосын бізде темір пайда болады. Мыс бізде БЗБ 3-ші мыңжылдықта пайда болды. Өйткені бұл энеолиттің басталатын уақыты деп айтылады. 3-тен кейін БЗБ 2 кетеді. БЗБ 2-де қола металы дүниеге келеді. БЗБ 1-де темір металы дүниеге келеді. Осында реттілікпен балалар еске сақтап қойыңыздар. Кері санаймыз, 3, 2, 1. Мыс, қола, темір. Сәйкесінше мыс дәуірі энеолит БЗБ 3 пен 2-ші мыңжылдық, қола дәуірі БЗБ 2 және 1-ші мыңжылдық, темір дәуірі БЗБ 1, БЗ 1-ші мыңжылдықты қамтиды. Яғни бұл жердегі әр дәуірдің басталатын уақытын қарасаңыздар 3, 2, 1-ші мыңжылдықтар. Сәйкесінше Д вариант дұрыс. 2-ші мыңжылдықта қола металы игеріле бастайды. Бұл сұрақ 100 датада сендерде бар. Ресейдегі қайттан қайталанып жатыр. Кейбір сұрақтар қайталанып кетті балалар. Оңтүстік Оралдағы қола дәуірінің мәдениеті. Бұл жерде біз айтып кеттік, жаңа сым тасты мәдениеті болады.
андрондық үлгідегі қола дәуірінің бұл да контекст болған соң қайталанып жатыр, иә, бізде контекстен бөлек те келеді, контекстің ішінде де олар келеді. Бұны біз соңғы мәдениет ретінде сарғарыны сендермен айтқанбыз. Берілген тұжырымдардың арасынан дұрыс дәйекті тап. Беғазы дәнді байлықтар кесене тұрғызды. Сарғаралықтарда жапсырма қыш құмыра сақталған. Алакөлдіктердің ірі қонысы Арқайым болып табылады. Петров мәдениеті Федоровты алмастырды. Бұл жерде қателерді табу арқылы дұрыс жауапты таба аламыз. Мысалы, Арқайым бізде алакөлдіктердікі емес, ол сынтастікі деп айттық, иә? Сынтасты және Арқайым қоныстары деп айттық. Петров Федоровты алмастырған жоқ, өйткені естеріңізге салыңдар, Пав Петровты алмастырады Алакөл, Алакөлді алмастырады Федоров деп айтамыз. Петров мәдениетін сонда алмастырған алакөлдіктер болып табылады. Қола дәуірінің мына мәдениеттері бойынша реттілікті білу қарасаңыздар көмектеседі бізге, иә? Даже білмей ақ тақырыпты, просто реттілікті білсек, сынтасты, Пав, сарғара, мына үшеуін біз айттық қой видео сабақты, бұл үшеу егіздер емес, үшеу сияқты тройняшкалар болып табылады. Үш ағайынды: Петр, Алакөл және Федор деген сияқты. 100 сұрақ деп айттық қой, басында жазылып тұрды ғой, 100 сұрақ деп. Сонда 1 мен 2 дұрыс бізде. БЗБ 519 жылы Дарий қай тайпаларға жорық жасады? Қайтадан қайталанады бізде бұл сұрақ. Біз бұны айттық уже. Сақ-Тиграхауда, шошақ бөріктілер. Сақ-Тиграхаудалардың ұрпақтары кімдер болды? Сақ-Тиграхауданың ұрпағы ол үйсіндер болып табылады. Жетісу жеріндегі үйсіндердің астанасында айттық, я, Іле мен Ыстықкөл бойындағы Чигу қаласы есептеледі. Үйсіндермен соғысқан елдер, то есть үйсіндерге қарсы кімдер соғыс ашты? Үйсіндер өздері соғыс жүргізген елдерді сұрап тұрған жоқ, оларға қарсы шыққандар. Так, Давань ешқашан соғысқан жоқ, я, бізде. Тохарлар соғысқан жоқ олармен. Сарматтар соғыс жүргізілмеді бізде. Сәйкесінше Қытай мен ғұндар. Өйткені үйсіндер ең алғашында Қытаймен бірігіп ғұндарға қарсы күресті. Сосын ғұндар әлсіреп бара жатқан кезде 47-46 дейтін, қаңлылармен бірігіп үйсіндерге қарсы күресті. Сонда бұл жерде ғұн бар. Ой, тоқтаңыздар. Кімдер еді? Қытайлар өздері жеке соғысты үйсіндерге қарсы. Мына жерде ғұн міне бар. Мынаны қарамай қойыңдар. Ғұн бар. Және Қытай өзі үйсіндерге қарсы күресті, өйткені ішкі істеріне араласа бастайды, жүк салады, оларды өзіне бағындырады. Сондықтан да үйсіндер ол кезде қаңлылардың көмегіне жүгініп, Қытайға қарсы күреседі. Үйсіндерге қатысты емес дерек. Астанасы Іле бойында, БЗБ 2-ші ғасырда Ханшайымға үйленеді, қаңлылармен күресте Қытаймен одақтасты, Сақ-Тиграхаудалардың ұрпағы. Так, дұрыс емес, қаңлылармен күресте емес, ғұндармен күресте Қытаймен олар біріккен болатын. Сондықтан да бұл жерде С вариант бізде дұрыс емес. Келесі сұрақ. БЗБ 1-ші ғасырда үйсіндердің 2-ге бөлінген кейінгі болған оқиға. Екіге бөліну уже неше бір 4 рет кездесті бізде, екі иелік те Қытай билігінде қалды. Қаңлылармен бірігіп ғұндарға қарсы күрескен жоқ, Қытайға қарсы күресті. Журандардың қысымымен Тянь-Шаньға қоныстанды, бірақ ол БЗ 4-ші ғасырда болды, бізде БЗ 1-ді сұрап тұр. Қытайды жеңіп Қазақстанға көшті. Ондай болған жоқ енді. Итакта Қазақстанда тұрып жатыр олар.
БЗБ бірінші мыңжылдықтарда ұлы далада өмір сүрген кімдер? 3 пен бірінші мыңжылдық, 3 пен екінші мыңжылдық деп айтады. 10 сыныптың оқулығында 3-те 1 деп келтіріп кетеді бізде, бұл жерді. Так, 3-ті қосып тұрса, бұл жерде Ботай мәдениеті балалар болады. 3-ті қосып тұратын болса, Ботай мәдениеті. Андронды әдетте 2-де 1 деп айтады. Но 10 сыныптың оқулығында кейде андронды тоже 3-ке қосып қойып, 3-тің ең соңғы жағында деп айтады. Поэтому мынау енді спорнылау сұрақ. Бұл 10 сыныптың оқулығынан жақсылап қарау керек. Ұлы Шанью деп аталған тайпа көсемі. Кімдерде болды ұлы Шанью, ұлы Тәңір құты деп біз оны ғұндарда келтіреміз. Біздің дәуіріміздің алғашқы ғасырында оңтүстік ғұндар толығымен қай елдің қол астына өтті? Біздің дәуіріміздің BZ 1-ші ғасырда деп тұрғаны, ол Хань империясы немесе Қытай. Егер Қытай деген вариант болмаса, онда ол Хань империясы ретінде біз оларды келтіреміз. Сақтардың Тува, Шығыс Алтай, солтүстік батыс Монғолия аумағында. Алыс аймақ, Тува деген кезде, Шығыс Алтай деген кезде, сендер видео сабақты біз өткен кезде айтқанбыз, Тува деп еске сақтасақ жеткілікті. Так, бұл ұйық, Нұрасыл дұрыс айтады. Ұйық мәдениетіне жататын қандай қорғандарды біз білеміз? Бұл қорғандар немен ерекшеленеді? Аржан қорғандары дұрыс кездеседі оларды, ал аржан қорғандары бізде БЗБ 8-ші ғасырға жататын ең алғашқы аң стиліндегі бұйымдар табылды. Дұрыс айтасың, Мағжан, аң стилі деп айтамыз. Алакөл мен Федоровтар қай мәдениетке жатады дейді. Қай мәдениеттің өкілдері? Бұл Андронның балалары. Андронның неше біз 5 ұлы болды дедік па? Сынтасты, Пав және Сарғары. Алакөл және Федоров мәдениеттері қай дәуірге жатады? Павс дейді. Дұрыс, Мағжан, сондай күйде біз сабақта жаттағанбыз, Сол видео сабақтарды қайталап қарап шығындар YouTube-тан балалар. 3 видео сабақ бар ежелгі дәуірдікі. Бұл қола дәуіріне жатады. Федоров мәдениетінің алакөлдіктермен ұқсастығы. Федоров негізі алакөлді ауыстырады, Петров алакөл, сосын Федоров болып табылады. Екеуінің де үйлері қабырғасы бөренеден құрастырылған үйлері болып табылады. Темір құралдары емес, өйткені қола, аң стилі бізде темір дәуірінде пайда болады. Қорғандарынан жылқы сүйектері ондай бізде айтылмайды, жылқы сүйектерінің табылғандығы туралы. Алакөл мәдениетінің соңғы кезеңіне жататын батыс Қазақстандағы ескерткіш. Алакөлдіктер тасты бөренеден үйлер тұрғызды, бірақ мына мәдениеті батыс Қазақстанда олар көбінесе өзінің үйлерін, батыс Қазақстанда ормандар аз болғандықтан, бұл мәдениет өз үйлерін тастан жасаған. Бұтақтарға тастардан жасаған, видимо. Сондықтан тасты бұтақ ретінде еске сақтаймыз, балалар. Бұны осындай күйде. Алакөлдіктер ең алғашқы сұрақ болды ғой. Ағаш қабырғасы, ағаш бөренеден жасалған үйлері табылды. Ал тасты бұтақтар кейінгі мәдениеті болғантан, ағаштар жоқ болғантан үйлерді тастан жасаған. Алакөл Федоровқа тән ерекшеліктер. Екеуі де қола дәуірінің мәдениеті. Екеуі де шығыс өңірден табылды. Екеуінде жартылай жер үйлерде тұрған, киіз үйлерде тұрды, жылқыны алғаш рет қолға үйретушілер. Так, 3+ дейді. Жартылай жер үйлерде тұрды, және 1+ дейді, қалғандары бізде минус. Сәйкесінше бізде 1 мен 3 дұрыс болады. Сынтасты мәдениетінің ең ірі қоныстары. Мынау ең оңай сұрақ шығар, ұбытта келген, өйткені өзі подсказка айтып тұр бұл жерде.
арқайым және сынтасты. Тасты бұтақты жаңа айттық, ол Алакөлдің соңғы кезеңі. Ботай терсек ол энеолиттікі. Беғаз Дәндібай ол кірмейді андронға. Тасмола мәдениетін зерттеген археолог. Естеріңізге салыңдаршы, бұл археолог бойынша 3 нәрсені біз айтамыз деп мен видео сабақта айтқам сендерге. 3 нәрсе Қадырбаев туралы айтатын, е. 3 нәрсе ол Тасмола айтатын, ол Нұрасыл дұрыс петроглифтер айтатын, и 3-шісі ол Ботай терсек деген ұғымды ғылымға енгізген. Осындай күйде 3-ін еске сақтаймыз. Так, мұртты қорғандар қай жерде жиі кездеседі? Мұртты қорғандар бізде орталық Қазақстан және солтүстік Қазақстан, е. Сәйкесінше ол Сарыарқаны біз айтамыз, орталық Қазақстан. Тасмола мәдениеті қай дәуірге жатады? Энеолит, кейінгі темір, ерте темір, әлде қола ма? Олар ерте темір, өйткені сақ тайпасына жатқызылғандықтан. Тасмола мәдениетінің ерекшелігін анықта. Шығыс Қазақстанда кездеседі, қорғандары ірі тастардан биік салынады, адам мен жылқы жерленеді, егіншілік құралдары көптеп кездеседі. Бұл жерде ол адам мен жылқы бірге жерленген, е. Амна Б варианты Нұрасылдың айтып тұрғаны, е. Б вариант ол кімдікі болады? Қорғандары ірі тастардан биік салынуы. Биік деп айта алмаймын әрине, бірақ қорғандарды ірі тастардан салдырған. Яғни қорған адамның жерленген орны, және жерленген орынды олар тастармен қоршап қояды. Так, ол қазір басқа тесте болу керек сияқты. Орталық Қазақстан аумағында Тасмола мәдениеті таралды. Мұртты қорғандардың орналасқан аясы Қазақстанның тек батысында табылған. Үлкен қорған, аттың қаңқасы, қыш ыдыстары сақталған кіші қорған бар дейді. Орталық Қазақстан өңірінде Тасмола мәдениетін 6 құрамдас бөліктен тұрады. Так, 1+ дейді. Орталық Қазақстан аумағында Тасмола мәдениеті таралды. 2- өйткені батысында мүлде жоқ Тасмоланыкі. 6 емес 4 болу керек дейді Нұрасыл, өте дұрыс. 4 құрамдас бөлігі бар бізде айтылатын. 4-шісі минус, 3-шісі бізде плюс, е. Үлкен қорған бар және кіші қорған бар. Адам жерленген үлкен қорған және аттың қаңқасы мен қыш ыдыстары сақталған кіші қорған және 2 мұрты бар. Содан бізде 4 бөлігі болады. Так, 1 мен 3-ші вариант бізде Д вариант дұрыс. Беғазы Дәндібай мәдениетінің ерекшелігі қандай? Мұртты обалар, отқа табыну, тас кесенелер, әлде қола дәуірінің алғашқы мәдениеті ма? Мұртты обалар болмайды, өйткені жаңа айттық, ол Тасмолаға жатады. Так, С вариант дұрыс балалар. Тас кесенелерге жерлеуі. Жаңа мен сендерден мынаны сұрадым ғой, Б варианты Нұрасылдың айтқаны. Биік емес қой деп. Қорғандары ірі тастармен қоршалу, осыны тас кесенелер деп біз айтамыз. Беғазы Дәндібайлықтарда мен суретін видео сабақта көрсеттім. Адамды жерлеген кезде ірі тастармен қоршап қояды, андай бір забор сияқты қойып қояды. Көшпелі өркениеттің әлемдік тарихқа енгізген әсері. Географиялық ашуларға жол ашты, қоныс аударуға негіз салды, отырықшы мәдениетті дамытты, мыс өндірудің бастамасы болды. Соңғы рет сейсенбі күні өткен сабақта мен сіздерге айтқан, көшпелі өркениетке үндістер бірден қосты, қытайлар көп қосты, я бізде біреулер кеме, біреулер жазу, шахмат, математиканы ойлап тап жатқан кезде, ғұндар бізде қоныс аударуды, миграцияны үйретеді. Келесі, андрон мәдениетін ошақтармен сәйкестендіреміз. Батыс Қазақстан жерінде Алакөл мәдениетінің соңғы кезеңіне жатады. Бұл не? Балалар мен жауынгерлерді бөлек жерлейді. Андрондық үлгідегі соңғы мәдениет 1А дейді. 1А. Сарғары, біз тоқтаңдар, 1А емес.
Не деп кеттіңдер? 2А ма, 3А ма сонымен? Так, Сарғары андрондық үлгідегі соңғы мәдениет. Бізде 1 С. Бірді неге ешкім таба алмады? Дұрыстап қараңыздаршы. Ең алғашқы 2 дөңгелекті арба. Ең оңайынан бастайық, сынтасты бізде болады, ең алғашқы дөңгелекті арбаны ойлап шығарғандар деп айтатын. Тасты бұтақ, жаңа біз алдында оны айттық сендермен, алакөлдіктерге жататын соңғы кезеңіндегі Батыс Қазақстандағы мәдениеті өзінің үйлерін тастан жасаған, алакөлдіктер ағаштан жасап отырды. Сәйкесінше бізде 4Б болады. Петровты аса көп білмейміз, балалар мен жауынгерлердің жерлеген кезде бөлек жерлеген болатын. Сәйкесінше ең қиынын Петровты біз жай ғана оңай жауаптарды табу арқылы тауып алдық. С, А, Д, Б. Сонда Б вариант дұрыс бізде. Так, қаңлылар алғаш уақытта оңтүстікте кімге тәуелді болды? Өйткені қаңлылар солтүстікте тәуелді болды, және оңтүстікте тәуелді болғандар бар. Оңтүстікте қарайтын болсақ UAG, солтүстікте қарайтын болсақ ғұндар болады. Яғни картаны ол кезде елестетіңіздер балалар. Үйсіндер бар, Жетісуда орналасқан біздегі, қаңлылар бар, Сырдария бойында орналасқан, ғұндар келеді Қазақстан жеріне, және бұл жердегі UAG, Соғды, Ферғана немесе Давани деп айтамыз біз басқаша оны. Сонда бұл жердегі айтып тұрғаны қаңлылар 3-ші ғасырда құрылған кезде әлсіз болады да, 2 жаққа тәуелді болады. Кейін олар күшейіп кетеді 2-ші ғасырда шабуыл жасау арқылы. Қаңлылар билігі Батыс Қазақстанға, Каспий солтүстігіне таралған кезде оларға кім тәуелді болады? Ол батысқа жасайды 2-ші ғасырда жорық, сол кезде 2 тайпаны бағындырады. Қай 2 тайпаны ол сол мына Батыс Қазақстанға қарай жорық жасаған кезде бағындырады? Исидон, Скиф, Алан, әлде Аримаспы ма? Что-то сообщениялар көрмей тұрмын, жазбай жатсыңдар ма? Даусым естіліп жатыр ма, Нұрасыл? Нұргелді? Так, С вариант дұрыс бізде, өйткені біз айтамыз сендермен сарматтардан шыққан аландарды, плюс тағы кімдерді олар бағындырды? 2 тайпаны біз айтамыз. Сендерде вариантта біреу тұр, а вдруг сендерде бұл тайпаның орнына 2-шісін қойып қояды ұбытыда. Және Дах немесе Дай массагеттерді айтамыз, Массагет деп кітапта жазылған бізде балалар. Массагетті біз таңдаймыз, немесе Дай массагет, Дах массагет. Естеріңде ма, 3-ші ғасырда бұл Дай массагеттер сарматтарды ығыстырып тастайды, және Каспийде орнығады. Кейін 2-ші ғасырда бұл жерде қаңлылар келеді, сол Дай массагеттерді басып алады. Қаңлылардың астанасы, контекст қаңлылар туралы болғандықтан бұл қайталанып жатыр бізде сұрақтар, Битянь қаласы болып табылады. Сырдарияның оң жағалауында сарай үлгісінде құрылыстар табылған қаңлылардың қалашығы. Өйткені археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде 2 жер табылды, қаңлыларға жататын, ол жерде сарайлардың қалдықтары табылды. Сол кезде мен сабақты өткен кезде айтқам, қалашық деген кезде біз Ақтөбе деп айтамыз. Қалашық деген сөз табылмаса, қаңлылардың мысалы ескерткіші десе, онда Хорезм болады. Негізі екеуі сарай үлгісіндегі құрылыстар табылды. Қаңлылар Қытаймен бірге кімге қарсы одақтасты? Алғашында қаңлылар олармен одақтас болады, сосын олар керісінше жауға айналып кетеді, ол ғұндар болады бізде. Так, болдық. Осымен бітіріп тастадық балалар. Тез бітірдік қой деме.